Мынау не сұмдық? Мынау не репрессия? Мынау не гестапо? Биліктегілер кетіңдерші өздерің, халықты қансыратпай, әптен қан ішкізбей. Мынау не сұмдық? Жалған ақпарат, анау-мынау. Жалған ақпарат сендер беріп отырсыңдар ғой, жалған ақпаратты, жалған басқарып отырсыңдар мемлекетті. Ұлан-ғайыр байлықтан халыққа түк тигізбей жатсыңдар. Аузын айтқанның бәрін соттап жатсыңдар, шындық айтқанның бәрін соттап жатсыңдар. Демократиялық ел өсіріп жатырмыз деп қыртылдатып отырғанда штраф тастасыңдаршы. Қайдағы демократия? Аузыңызды жауып бәріміз соттап, шындық айтқандар, бесігілі жадыраны соттайын деп жатыр. Жаңаөзенде ақиқатты, әділеттікті айтқан үшін. Мынау не болып кетті мынау? Ана қтж-ның проблемасын айтқан жігіт анау, оның үстінен сіз қозғап, оны соттайын деп жатсыңдар. Не мынау? Мемлекет па, ел ма? Мынау не сұмдық? Анау Қызылордадағы денсаулық сақтау жағындағы балықтарды айтқан 20 күн болды, 1 жыл болды, 6 ай болды. Жоқ, әкесінің басы солай болу керек сияқты заңсыздықты. Антикорға айтып, мынау Қарағандыдағы, Қарабұлақтағы мәселені айтып, мен видео салдым өзім осы Қарағанды облысындағы, осында бір ауылдағы әкім әкесіне жерді тартып бермекші болған. Оны қойдыңдар жыл жауып. Оның соты басталды. Мынау не сұмдық мынау? Адам кішініп, жынданып кетуге әкелесіңдер. Ауруымызды ауыралмай жатырмыз ғой. Мертігіп аяқсынып, үйде жатып, кішкенептеп, жанымызды күтейік деп өтіп, күйдіріп жүрдіңдер. Анау талапкердің, біздің Қазақстандағы бүкіл құқық қорғаушылар талапкерде отырған жаңағы 12 мың салып жерген штрафты, жаңа 12,5 мың анау начальник милициясынан бастап сол полицайлар, полиция емес, милиция емес, полицайларға салыңдар, штраф салыңдар, қорғаңдар ержанды. Бір-бірімізді отқа лақтырып жатыр, бірігіп бір-бірімізді қорғамасақ, мыналар жеке-жеке шатын айырып өлтіруге айналды. Мынау не сұмдық мынау? Ана Ержан Шәмшәнің талапкерде Астанада жұмыс істеп күн бағып жүрген адам. Жазығы елін сүйген азамат, қоғам белсендісі Ержан Шәмшә. Сол талапкердегі иттерді көрсетіп, участковыйға хабар берсе, участковый таңертең 9-да шақырған адамға түсте көріп, ит жоқ деп 12,5 мың теңге штраф салып кетті айыппұл. Сәлеметсіздер, қазақ халқым. Бүгінгі айтылайын деп жатқан мәселе мынау. Біздің мемлекетте қазір қаржы жағы, былай айтсақ, нөлге кеп жатыр. Қазір жай жұмыскерлерге, қоғамдық жұмыскерлерге, жұмыспен қамту арқылы отырған адамдарға қазір бюджеттен төленетін ақша жоқ дейді. Біз қазақ елі ақ көк деп отырғанымызда аузымызды ашып, біз ел болудан құрып кететін шығармыз. Қазір мемлекеттің қаржы қоры мүлдем жоқ. Былай қарап отырсаңыздар, біздің президентіміз өзінің міндеттерін атқара алмай жатыр ма, атқарғызбай жатыр ма, оны да білмейміз. Енді қазір бюджетте ақша жоқ болғаннан кейін мұғалімдеріңіз, мемлекеттік қызметкерлердің бәріне ақша төленбей қалуы да мүмкін болып жатыр. Мынау ақыры дефолт болып кетпесе дұрыс болар еді. Дефолттың арты не болатынын білесіздер. Дефолт болатын болса, біз қазақ елі болудан құраймыз. Онда біздің туымыз да құрайды. Онда біздің ақшамыз да құрайды. Онда біздің қазақ елі дегенімізде мүлдем құрып кетуіміз мүмкін. Мынау деген сұмдық қой. Қазір жан-жақтан шетелден неге инвестиция шақырып жатыр? Осыны ойландыңыздар ма? Инвестиция басқа жылдарға қарағанда осы жылы көп шақыртып жатыр. Шекараның бәрін аштырып жатыр. Кім көрінген келіп кіріп жатыр. Қандай мемлекетті көрдіңіздер? Бейберекет басқа елдің азаматтары жайбын еркін жүрген адамдарды көрдіңіздер ме? Не қазақ еліміз дегенімізге өзіміздің тіліміз жүрмейді. Заңымыз өзімізге қарама қарсы болып жатыр. Шығарған заңның бәрі халыққа тиімді емес, мемлекеттің өзіне тиімді болып шығып жатыр. Ақша жаңарып жатқанымен оның пайдасы жоқ болып жатыр. Сосын мынау Қытайдағы біздің
Біз оның экономикасын көтеріп, біз ғана емес па, бүкіл дүние жүзі ғой енді. Қытайдың қазір юань ақшасы қымбаттайды. Ол қымбаттаса, сіздер ойлаңыздар, бүкіл товар, біз алып отқан тамағымыз, біздің алып отқан киім-кешегіміз, бүкіл дүниенің бәрін сол Қытайдан алып отырғаннан кейін, оның бәрі қымбаттайды. Ал енді біздің мемлекетте жай жұмысшыларға ең төменгі жалақы 85 мың теңге дейді. Ал ол 85 мың теңгені 29 жылға дейін өзгермейтіндей қылып жазып қойыпты. Сонда жыл сайынғы қымбатшылық ол 85 мың теңгеге кірмейді екен. Сізде біздің елімізде қанша азық-түлік қымбаттасын, дүние қымбаттасын, ең төменгі жалақымыз сол 85 мың теңгеде 2029 жылға дейін қала береді екен. Бұл сонда не істегені? Бұл халқымызға қарсы жасалып жатқан нәрсе емес пе? Қалай ойлайсыздар? Мен осы қатты толғандырады. Елімізде болып жатқан жағдай өте қиын. Ақшасы барлар адамдар енді біраз уақытқа дейін өз-өздерінің күндерін көре алады. Ал енді бизнесмендердің де күндері жай адамдардың күнделікті сатып алуына байланысты. Ал бизнесмендердің күндері сол Қытайға байланысты, Турцияға байланысты болып тұр. Ал енді ол жақта юань қымбаттайтын болса, ол деген керемет баға ұшады деген сөз. Ол баға ұшқаннан кейін бүкіл нәрсеге себебін тигізеді. Біз білмеймін қандай ел боламыз, не боламыз. Осыны қалай ойланамыз, не істейміз? Қазақтардың 32-ші жылы қырылғаны ойнамай қалады ма деп тұрмын мен қазір. Бұл сұмдық болып жатыр ғой. Әскерде бір бала қайтыс болды дей ма, соғып қалған дей ма, соты болды кеше көрдіңіздер. Айтым небере болып баратыр бұл бала шағаны армияға жібере аламыз ба, жібере алмаймыз ау. Өйтіп адам ұрып, адам өліп жатса не болады бұл? Бәле ғой. Қайға барып өмір сүреміз білмей қалдық болды. Қиын жағдай болып тұр ғой, қиын жағдай ғой. Кеше ана бір видео көрдім, бір бауырым не етіп жатыр. Гаишниктер нені фуралардың артынан тығылып тұрып, сөйтіп ұстап штраф салып жатыр дейді. Не болды бұл айналайын ау? Бұл бүйтіп штраф сала береді. Болса несі қалды, өзі қарапайым халық өзі әрең жүрген кезде түсіру керек, видео аямай түсіру керек. Еншісін ренжімесін түсіру керек. Сен аямай жатырма, видеоға түсіріп, интернет не бар, инстаграм не бар, бәріне салу керек. Бәле ғой бұл. Әйтеуір қайда барсаң да жемқорлық әйтеуір, қайда барсаң да өлім әйтеуір. Әйтеуір жастар өтір, көп жастар өлімі болып жатыр ғой, Құдай сақтасын, Құдай сақтасын. Бізде бәрі бірге жөді ғой, пәреде жөді, басқа нәрседе жөді әйтеуір. Өлімде қатар жөді сомен. Аман болыңдар, қазақ әйтеуір. Сол сөйтіп қойын дегенім ғой, бір қазаққа бір дух беріп қойын дегенім ғой. Бауырым алға, тек алға.